Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Динара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай әрі өте тез жасалынатын ірімшіктен жасалған пончиктерді жасайтын боламыз. Пончиктер өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқамен қантты жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне шым-шым тұз салып, венчиктің көмегімен тағы да араластырамыз. Ванилин қосамыз, жақсылап венчиктің көмегімен тағы да араластырамыз. Үстіне ірімшік қосып араластырамыз. Қандай ингредиент керек екенін және қанша мөлшерде екенін видеоның астында описанияда қалдырып кеттім. Комок болып шықпасы үшін видеодағыдай блендердің көмегімен езіп аламыз. Немесе блендер болмаса, миксердің көмегімен де езуге болады. Соңында ұн қосып, қамырды дайындауға кірісеміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу керек, және бір ерекшелігі, қамырымызды бөлме температурасына қалдырмай бірден кірісуге болады. Ұнымызды сеуіп, қамырдан бөліп, екі алақанның көмегімен дөңгелек формалар келтіреміз. Егер қамыр қолға жабысатын болса, кішкене ұнды қоссаңыздар болады. Бізде осындай шарик формалары дайын болды. Енді қамырымызды қызып тұрған майға пісіреміз. Шамамен 2-3 минуттай алтын түстес болғанға дейін пісірсеңіздер болады. Бір жақ бетін пісіріп болған соң, екінші бетіне айналдырамыз. Ең соңғы штрих, бетіне қант ұнтағын сеуіп, үстелге қойсаңыздар болады. Керемет, ең бастысы өте тез және оңай жасалынатын ірімшікті пончиктеріміз дайын болды. Әсіресе балаларға ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай дәмді әрі тез жасалынатын рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара. Ас болсын!